Ассалаумағалейкум. Аса қадірменді, құрметті қазақ елі. Мен Ақын Тайлақов Шерхан Тілепалдыұлы болам. Қазіргі менің сіздерге оқиын деп тұрған шығармам жанияға байланысты. Яғни бір ененің 10 келіні бар екен. Осы жағдайды мен өлеңмен сипаттап едім. Қабыл алыңыздар. Тақырыбы 10 ұлынан 10 келіні бар екен. Өзім өзге деп бөлмейтін жар екен. Бұл енеге көп келіндер зар екен. Қыз босану бұйырмапты маңдайға, 10 ұлынан 10 келіні бар екен. Жұмысынан босамайды отағасы, келіндерін мықтыстайды отанасы, 120 шаршы үй, 10 келіннің бір қазаннан бір кішкен ортағасы. Жеке бөлек үй өтіп шығарамын деп айтса келіндер ренжиді екен. Енесінің алдында жанын салып, сырқаттанса жүгіріп емдейді екен. Төркіндетіп баруды да ұмытыпты, 10 келіні 10 әпкеде жұмылыпты. Барсаңшы деп енесі ұрысқанда, барамын, бармаймын деп құбылыпты. Енесі бар білгенін үйретіпті, өсек аяң негативті күйретіпті. 10 келіні енесін сондай сыйлап, жұмыстарын бөліп алған үйдетіпті. Бір келіні базарға барады екен, екіншісі тандырғаннан жабады екен, үшіншісі сиырларды түгел сауып, төртіншісі жылында ұл табады екен. Бешіншісі концертке билет алып, алтыншысы әсем әуен салады екен. Жетіншісі енесінің шашын өріп, 8-ші күнде сыйлық алады екен. 9-ші үй сыпырып, шаңы сүртіп, 10-шісі біріншісі енесімен жас болғанмен бас тойларға барады екен. 10 ұлы жұмыста ғой ертелі кеш. Келіндердің ойы сыртқа бөлінбейді. Үй тазалап, тамақ жасап, бала қарап, жанжалдасып бөлінген көрінбейді. Сіз біздесіп, қиылып майысады, сөзбен емес, істермен сайысады. Кір жуғанда, оны да көмектесіп, суын сығып, кептіріп жайысады. Бәле қумай, өткенді термейді екен, жамандаған сөздерге ермейді екен. Шақырған жер 10 келін атамаса, енелері тойханаға келмейді екен. 10 келіні балаларын жайғастырып, бос уақытты теген еме бөлсем дейді, қуанышын жұлдыз демес айдастырып, дәл осындай ене болып өлсем дейді. Рахмет.